Сәлеметсің бе, Али? Бүгін бізде математика сабағы. Тақырыбымыз екі таңбалы саннан бір таңбалы санды азайту. Енді тақырыпты түсініп алу үшін біз мысалдарды шығарып көрейік. Сен мұқият тыңдап, есіңе сақтап отыр. Бізде мысал ретінде 14 азайтылған 3 өрнегі берілген. Енді қара, 14-ті біз ондықтар мен бірліктер ретінде жазамыз. Яғни 14 дегеніміз ол 10, яғни бір ондық қосылған бір 4 бірлік. Оны былай жазамыз. 10 қосу 4 азайтылған 3. Сонда 4-тен 3-ті азайтқанда 1 болады. Сонда 10 қосылған 1-тен 11. Сонда жауабы 11 болады екен. Мінекей, мұқият қарап ал. Сонда біз 14 санын 10 мен 4-тің қосындысы ретінде жазамыз. Содан кейін бірліктерді азайтып аламыз. Бірліктерді азайтып, қалғанын қосамыз. Енді азайту амалын орында дейді. 18 азайтылған 5. Демек, біз 18 санын 10 мен 8-тің қосындысы ретінде жазамыз. Сонда 10 қосылған 8 азайтылған 5. 8-ден 5-ті азайтып аламыз, яғни бірліктерді азайтып аламыз. Болады 3, қалған қосамыз. 10 қосу 3 болады 13. Келесі тапсырма, мысалдарға қосу немесе азайту таңбаларының керектісін қой. Яғни біз көп нүктенің орнына қосу немесе азайту таңбасын қоюымыз керек. 14 пен 1 тең 14, 15 пен 1 тең 14. Яғни бізде мәні азайып тұр. Сонда біз мына жерге көп нүктенің орнына әрине азайту амалын қоямыз. 15 пен 1 болады 16 дейді. Мәні 16. Яғни біздің мәніміз көбейіп тұр. Демек, біз көп нүктенің орнына қосу амалын қоямыз. Қалған мысалдарды өзің шығарып көр. Енді келесі тапсырманы орындамас бұрын біз азайтудың компоненттерін есімізге түсіріп алайық. Яғни бізге 10 азайту 5 тең 5 деген мысал берілгене, осындағы 10 бірінші сан ол азайғыш болып табылады, екінші тұрған сан ол азайтқыш болып табылады, және 5 мәні ол айырманың мәні деп аталады екен. Енді осы жерде біз мысалдарды шығар, мысалдардағы азайғыштың астын қызыл қарындашпен, азайтқыштың астын көк қарындашпен сызуымыз керек. Яғни 17 бізде азайғыш болып тұр, сол себепті біз оны қызыл түспен сызамыз. 3 бізде азайтқыш болып тұр. Енді осы мысалды шығару үшін біз 17-ні 10 мен 7-нің қосындысы ретінде алдық. Және 7 бірліктен 3 бірлікті азайтып алдық. Яғни болады 4. 10 қосу 4 болады 14. Енді келесі 16 азайтылған 2-ні өзің шығарып көресің. Жақсы ма? Енді жауаптары дұрыс мысалдардың астын сыз. 15 азайтылған 3 тең 12 дейді. Осы 12 дұрыс болса, оның астын сызамыз. Әрине 15-тен 3-ті азайтқанда болады 12. Қалған мысалдарды қайсысы дұрыс болса, оның астын сызып қой. Әли, бүгінгі сабақ саған түсінікті болды деп ойлаймын. Екі таңбалы саннан бір таңбалы санды қалай азайту керек екенін түсінді деп ойлаймын. Яғни біз екі таңбалы санды, мысалы 18-ді алатын болсақ,
оны біз 10 мен 8-дің қосындысы ретінде аламыз да. Мысалы 18 азайту 4-теміз, е. Демек 18 бізде 10 мен 8-дің қосындысы, 8 ол бірлік және азайтылған 4, жаңағы бірліктерден бірліктерді азайтып аламыз. Содан кейін қалған сандарды қосамыз. Мысалы 18 қосылған 8 азайтылған 4, 8-ден 4-ті азайтамыз 4, сонда жауабы 14 болады екен. Келесі сабақта кездескенше сау бол.